Баршаға сәлем достар, қалайсыздар? Хамид Official YouTube арнасы қайта назарларыңызда. Бүгін көпшіліктің сұранысы бойынша қазақстандық рэп орындаушы Баллер туралы қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Әзірге арнамызға жазылып лайк баса отырыңыздар, ал біз бастаймыз. Көпбаев Шыңғысхан 1993 жылы 14 шілде күні Шымкент қаласында туылған. Отбасында ортаншы ұл, ағасы және інісі бар. Балалық шағынан шетелдік рэперлерді тыңдап өскен Шыңғыс әйгілі Тупактың болған. Одан бөлек Нотариус Биге, Снуп Догтың шығармашылығында кемде қылмаған. Рэпке деген құмарлық оны қазақша тректер жазуға алып келеді. Осылайша 2008 жылы Баллер лақабатымен 1393 деген ең алғашқы трегін жазады. Ал енді көпшілік білгісі келетін сұрақ: неге Баллер? Баллер деген атау ағылшын тілінде заңсыз түрде ақша табу деген мағынаны білдіреді. Көп ұзамай Шымкенттегі бірнеше студияларда жаңа тректер жазып, клиптер түсіріп, шығармашылыққа ден қояды. 2010 жылы Шымкентте Баллердің рэптері танымалдылыққа ие болған тұста Рауан есімді ардагер рэпер Шыңғыс Eleven Block ұйымына тартады. Eleven Block 2000 жылдары Black Coast, яғни Кича мен Хазард деген Рауан есімді рэперлермен танымал еді. Осылайша Баллер Eleven Block ұжымында артист ретінде әндер жазып концерттерге шыға бастайды. Баллер бұл уақытта Ашқазақ Про ұйымына қызығушылық танытатын, әрі Ашқазақ ұйымдастырған 4-ші ресми батылға қатысады. Өкінішке орай іріктеуден ұшып кетеді. Бұған шыдамаған Баллер жуырда сендерді төңкерем дейді. Оның сөздері бекер болмады. Алматыда Ашқазақ Про жарып жатса, Шымкентті Баллер шайқап жатыр еді. Бұл уақытта Баги лақабатымен танылған Бағлан Амангелдиев те лирикалық бағыттағы әндер жазатын. Бір күні Бағлан Баллерге агент арқылы жазып, клиптерін кім түсіріп жүргенін сұрайды. Баллер оны районға тартып, екеуі сөйлесіп, әрмен қарай достасып кетеді. Бұл жай ғана достық болмады. Екеуі Баллер мен Баги ретінде дуэттер жазып, әлеуметтік желге салып отырады. 2011 жылы екі талантты жігіттің «Сен үйреттің сүюді, мен үшін өте қымбат, қара көзіме, тыныш, апама жездемсай» тректері жастар арасында танымал болады. Небәрі 18 жастағы екі жігітті бүкіл Қазақстанның жастары тыңдай бастаған еді. Себебі сол уақытта қазақша рэп жастарға таңсық дүние болатын. 2011-2012 жылдары Баги мен Баллер хит тректер жазады. Бейнебаяндар түсірді және Қазақстанның бірнеше аумақтарында концерттер береді. Тіпті 2011 жылы Шымкентте өткен концерттеріне 2000-ға жуық жастар жиналған екен. Бұл сәттілік мұнымен тоқтамады. Гастрольдік сапарлар, жаңа тректер, сапалы бейнебаяндар түсірілді. Сапалы деп айтқанымыз бекер емес. Мысалы, Баллердің 2011 жылы түсірген хабарландыру «Саған шындық керек пе» және Шоқанмен жазған Астана Шымкент клиптерінің сапасы ерекше. Бұл уақытта енді ғана бастаған рэперлер үшін мұндай бейнебаян түсіру арман еді. 2012 жылы Баллердің қатысуымен Ашқазақтың жетекшісі Шыңғыстың таяқ жеп жатқан видеосы тарайды. Бір қызығы, бұл видеоны Баллер өзі түсірген. Бұл жаңалықтың өзі рэп тыңдармандары үшін үлкен сенсация болған еді. Дегенмен кейінірек бұл пиар үшін жасалған қадам екенін Шыңғыс Алкеев айта кетті. Сол уақыттарда қазақша рэпте қарама қайшылықтар, бір-бірін мойындамау секілді ерегістер, дистер пайда болды. Мұның өзі қазақша рэптің дамуына ықпал етті. Қаншама текетірестер болса да, Баллер Ашқазақ Про ықпал еткен Құрылтай трегінде қазақстандық танымал рэперлермен бас қосады. 2013 жылы Баллер 228 деген альбом жарыққа шығарады. Альбом Қазақстанның түкпір-түкпіріне таралып, хит альбомға айналады. Онымен қоса Ама Юнг бұл махаббат тректері өз аудиториясын табы білді. Сол жылы рэпер KZ Sound паблигіне сұхбат беріп, өзі туралы ақпараттармен бөліседі. Оның ішінде қазақша рэпті Жақау мен Шоқанды тыңдайтынын айта кетеді. Қазақша рэп дамыған тұста кедергілерді болған рас. Оның ішінде Баллердің шығармашылығына да сын айтқандар болды. Мысалы, 2013 жылы шыққан Шымкент трегінде шешеден боқтаған болса, бір клипте жалаңаш қызбен жатады. Содан болар кейбір кісілер негативті пікірлер жазады. Онымен қоса KZ Rap News арнасын жүргізетін Мастабен есімді жігіт Баллердің клиптері туралы өзінің негативті ойларын айтады. Бұл рэперге ұнамай қалады және Мастабенге звондап стрелкаға шақырады. Мастабен болса видео үндеу жолдап Баллерді Алматыда күтетінін және бетпе-бет жеп тастайтынын айтады.
Алайда бір айдан соң Маставеннің таяқ жеп кешірім сұраған видеосы тарайды. Баллердің белсенділігі, тынымсыз еңбегі ескеріліп, 2014 жылы KZ Sound паблигінің қорытындысы бойынша жылдың ең үздік рэпері атанады. Дәл осы уақытта Баллер қазақша рэпте қарқынды қимылдады. Жерлестері Seven яғни 7-мен орындаған. Жерлесі Seven яғни 7-мен орындаған «От пен от қарсы болмайды» трегі, Багимен жазған «Орхидея», ресейлік Эллаймен жазған «Наша жизнь» музыкалары хитке айналады. Десе де біраз уақыттан соң Баги Eleven Blog ұйымынан кеткенін хабарлайды. Сол уақыттан бастап Баллер Eleven Blogта өзі қалып жаңа тректер жазуға кіріседі. Көпшілік Баллер мен Багида ақша үшін не болмаса ұрысып қалды деп болжамдады. Десе де екеуі де бұл туралы ешқандай пікір білдірмейді. 2015 жылы Баллердің орындауындағы «Сенімді серігім Сергей» ендеше жаңа бастау Stoneheart тректері жарыққа шығады. 2015-2016 жылдар оның бейнебаяндары Музон каналындағы хип-хоп чартта бірнеше рет бірінші орында тұрады. Бұл уақытта Баги мен Баллер қайта бас қосып жаңа тректер шығарды, алайда бұрынғыдай атып кетпеді. 2015 жылы Рауан, Мико Апгрейд және Баллер үшеуі әнші композитор Батырған Шүкеновті еске алу мақсатында жаңа ән жазады. Бейнебаянда Шүкеновтің шығармашылық жолы көрсетілген еді. 2016 жылы Баллердің орындау шеберлігі, стилі және бейнебаяндарда жаңаша өрби түсті. Сол жылы рэпер «Күтеміз күнді ертеңгі», «Датаво», «Хасл», «Заране» секілді хиттерді тыңдарманға ұсынады. Ал «Күтеміз күнді ертеңгі» трегіне түсірілген клип патология еді. Себебі арнайы компьютерлік графикалар клиптің сапасын керемет көрсете білді. 2017 жылы Баллердің өзіне қатты ұнайтын «Армандар орындалады» музыкасы шығады. Ең қызығы, сол жылы Баллер Евразия Music Awards марапатында жылдың үздік хип-хоп жобасы деген арнайы статуэткаға ие болады. Сол жылы ресейлік ардагер рэпер Гуфтың шақыртуымен Санкт-Петербургтағы концертіне барып өнер көрсетеді. Дәл осы концертте Су жаңа Дай 5 трегін орындайды. Елге қайта оралған тұста Баллер Баян Мақсатқызының шақыртуымен Shine Production'да жұмыс жасайды. Нәтижесінде Кешу тобымен бірге 2018 жылы Суалала деген хит әуенді жарыққа шығарады. Бұл әннің авторы Баллердің өзі. Аталмыш музыка бейнебаянымен Гакку арнасына ротацияға беріледі. Дәл осы сәттен Баллердің шоу-бизнестегі жарқын күндері бастау алады. Осы тректің арқасында үлкен концерттерде, фестивальдерде, шоу бағдарламаларда өнер көрсетеді. Елімізге белгілі қызықтаймыз түнгі студияда қонақта болады. Көп замай Кешу тобымен бірге Star of Asia, жыл таңдауы, Музон секілді бірнеше жобалардан арнайы номинацияларды жеңіп алады. Алайда сол уақытта қазақ рэпінде Қаракесек есімді талантты жігіттің әндері жастар арасында танымалдылыққа ие болған еді. Кейбіреулер Баллер мен Қаракесекті де салыстыра кетті. Пабликтерде дау-дамай басталды. Бір қызығы екеуінің стильдері бөлек болса да салыстыра беретін. Баллер Кешу тобымен ғана фит жазған жоқ, керісінше Shine Production таспалаған Сиситай мюзиклінің бірнеше әндеріне авторлық етті. Оның ішінде Камшат Жолдыбаева орындаған «Бәрі менікі» деген әнді де Баллер жазған еді. Атағы жер жарып тұрған сәтте ол эстрада жұлдыздармен жақын араласты. Атап айтқанда, Қайрат Нұртас, Диана Шарапова, Ирина Кайратовна, Ғазизхан Шекербек секілді жұлдыздармен де дуэттер жазып үлгерді. Ал Қуаныш Назаровпен жазған 90-60-90 музыкасы хитке айналып кетті. Билиді биді айырып деген қайырмасы бәрімізді билеткені жасырын емес. 2018 жылы Баллер Алау тобымен бірге Қазақ аруы жобасында өнер көрсетіп, әр қаладан келген қыздарды рэппен таныстырып өтеді. Сол жылы Чина Тараздың жігіттері түсірген Югарная поездка комедиясында рөл сомдайды. Және Асқа Принц екеуі осы фильмге арнайы саундтрек жазады. Баллер алдын шығарған хит тректерін жинақтап 2018 жылы Юно деген атаумен альбом қылып сатылымға шығарады. Альбомда Датаво, Жер домалақ, Нарик, 4-20, Кулинарит, Жаңа бастау және Дай 5 тректері де бар. Сол жылы хабар арнасының топ жарған бағдарламасына Баллерді қаздар алқасына шақырады. Баллер үшін бұл үлкен мәртебе, себебі Роза Рымбаева, Ринат Гайсин, Мадина Садвақасова секілді жұлдыздармен бірге отырып, жастардың өнеріне баға береді. Айтпақшы, Сеймо деген әнші қыз танымал болмастан алдын осы жобаға қатысып кеткен. Баллер әділқазы ретінде дерзкий сөйлейтін, өз ойын тікелей жеткізетін. Оны эфирден көрген Медеу Арынбаев ағамыз әділқазы болуға лайықты адам емес деп пікір білдіреді. Сол уақытта Қайрат пен Заңғар Нұртас Шымкент қаласында клип түсіреді.
Баллер осы клипте мажордың образын сомдайды. 50 және бір сұрақ айдарында өз жауаптарын береді. 2009 жылы Бая Мақсатқызы продюсерлік еткен «Махаббат станциясы» фильмінің екінші бөлімінде эпизодтық рөлге алынады. Сол жылы Қайрат Нұртаспен бірге «Гакку» дауысына шығып, «My Universe» әнін бірге орындайды. Бір қызығы сахнаға шығар кезде Баллердің микрофоны өшіп қалады. Бастапқыда дауысы шықпай, әрмен қарай жалғастырып кетеді. Сол жылы Баллердің бала кездегі арманын орындап, Жайдарман сахнасына шығады. Яғни Шымкенттік Зертас КВН командасы бірге ойнайды. Баллерді рэп жұлдыз ретінде көптеген қалалар, түнгі клубтар, концерттерге шақырады. Десе де ел ішінде кешумен дуэт айтқаны үшін ғана танылып кетті деген түсінік пайда болады. Бұған ашуланған Баллер ревью бағдарламасына сұхбат беріп, енді қазақстандық ешқандай артистпен дуэт жазбайын. Менің қаншама жылдық еңбегім бар, өзімді көрсетем дейді. 2020 жылы басқа артистер секілді Баллердің шығармашылығы да пандемияға байланысты аздап тоқтап қалады. Алайда Шыңғыс Зелеван блог ұжымына Бимер есімді жаңа артисті қабылдайды және онымен фит жазады. Одан бөлек Баленсиага, Петух Патух, Магнит, Апну, Social, Визави, Саранхе секілді жаңа тректер шығарады. Алайда алдыңғыдай қатты тарала қоймайды. Онымен қоса ресейлік Газгольдер ұжымының артисі 104-пен және АК-47 тобымен де фиттер жазады. Жыл соңында Баллер Гакку арнасына сұхбат беріп, енді орысша рэптер жазатын және «Еу» деген атаумен альбом дайындап жатқан хабарлайды. Альбомда Каспийский груз, АК-47 және халық әртісі Роза Рымбаевамен дуэт болады дейді. Алайда бұл альбом сол күйі жарыққа шықпады. Мүмкін енді шығып қалар. 2021 жылы рэпердің «Момент», «Эфир», «Тыңда» деген әуендер жарыққа шығады. Бір қызығы эфир трегінде Баллерді қазақша рэптің ардагеріне айналғанын сезуге болады. Себебі 15 жылға жуық қазақша рэпте жүріп, өз орнын тапқанын және қоғамдық проблемаларды осы тректе айта кеткен. Эфир музыкасы аудиторияға жақсы өтті, сондықтан болар екінші нұсқасы да жарыққа шығады. Онымен қоса ННН және Алишер Қонысбаев секілді блогерлермен де фит жазады. 2022 жылы эстрада жұлдыздары Дастан Оразбеков және Ғадылбек Жанаймен бірге «Қазағым менің» деген патриоттық ән жазады. Сонымен қатар әнші Қайрат Нүтековпен бірге «Биге кел» деген керемет ән жазады. Бұл әуен «Почти мачо» деген комедияға арнайы саундтрек болады. Айтпақшы, 2022 жылы Баллердің көптен күткен «Дистартион» деген атаумен жаңа альбомы жарыққа шығады. Жинақтың қазақша атауы «Бұрмалау» деп аталады. Альбомда 5 трек болса, оның ішінде Саддам, Хиро, Асқа Принц және Ақамен дуэттер бар. 2023 жылы рэпердің орындауындағы Шараут музыкасы жастар арасында тез танылып кетеді. Көп замай концерттерге шақыртулар көбейіп, жаңа шабыт береді. Одан бөлек Алтынай Жолдыбаева мен Айри және Жанел есімді әнші қыздармен жаңа туындылар жазады. Ал көпшілік тамашалап жүрген 5 жұлдыз бағдарламасында Ағайдар есімді жігітпен «Қара» деген музыкасын орындайды. Жеке өміріне келер болсақ, Баллер қазір Астана қаласында тұрады. Үйленбеген, бойдақ, алайда шаңырақ көтерген ниетті. Чинаның клиптерін, музыкаларын тыңдап көпшілігі ішет-шегет деп ойлайды. Ал артистің сөзінше қазір намазға бет бұрған. Бұл туралы Шараут музыкасында да айта кеткен. Гуф және Асқа Принцпен орындап қайта жарыққа шығарады. Сонымен қатар Қырғызстандық Улуг Манапо есімді жас артистпен жазған трегі де бар. Алдағы уақытта Баллер шетелдік жұлдыздармен фит жазуды жоспарлаған, сондықтан болар орыс тіліндегі музыкаларын жарыққа шығаруда. Басқа рэперлер секілді Баллердің өмірінде де скандалдар бірнеше рет болған. Мысалы, журналист әрі режиссер Нұржан Еркінұлымен сөзге келісіп қалса, қазіргі уақытта рэпер Делакормен араласпайды. Не себепті екені белгісіз. Баллер кью-поп ұжымдарын ұнатпайды. Тіпті оларды гей-поп деп те атаған. Бір қызығы 91 мен бір сахнада өнер көрсететін кезде 91 тобындағы бала амандасуға келгенде қол бермей өтіп кетеді. Чинаның денесінде 5-6 тату бар. Оның бірі Элевен блокта болса, бірі Бенджамин Франклиннің бейнесі. Бұда ата-анасы тату салдыруға қарсы болған. Алайда уақыт өте түсіністік танытқан. Көпшілік рэпердің киіну стиліне де қызығушылық танытады. Баллер әрқашан бренд киімдерге мән береді және сапалы киімдер кигенін ұнатады. Оның табысы тек музыка мен концерттерде ғана емес, жарнамалардан да қомақты табыс табады. Баллердің алға қойған жоспары өте көп, оларға жаймен қол жеткізуде. Алдағы уақытта Чинаның шетелдік жұлдыздармен фиттерін күтеміз. Десе де көпшілік тыңдармандар Баги екеуінен жаңа туынды күтуде. Ал Роза Рымбаевамен шығатын дуэті қашан екені әлі белгісіз, оны да асыға күтеміз. Шыңғысхан, яғни Баллер 16 жылдан бері қазақша рэп орындап, өз орнын тапқан артист. Ол тек Қазақстанды ғана емес, ТМД-ға танымал бола білді. Ресейлік танымал рэп артистермен фиттер жасалады. Шетелдерге шығып, концерттерде өнер көрсетеді. Қазақша рэп енді дамып келе жатқан тұста сапалы бейне баяндармен баршаны қуанта білді.
Ең қызығы 2016 жылы қазақша рэп құлдырап, Жақалип, Назима, Асқа Принц секілді орысша орындайтын жұлдыздар шыққан сәтте де қазақ тілді сапалы музыкалар жазуын тоқтатпады. Кезінде 50-60 мың теңге қаламақы алатын жігіт қазір бір концертке лям сұрайды. Бұл оның тынымсыз еңбектерінің жемісі деп білеміз. Достар, Баллердің шығармашылығы туралы не айтар едіңіз? Қай уақыттан бастап тыңдадыңыз және қай тректер ұнайды? Кіммен дуэт жазғанын қалар едіңіз? Төмендегі пікір бөліміне жазып отырыңыздар. Ал біз келесі видеоларда шығаруға әзірміз. Келесі видео кім туралы болған қалай, сіздерден жақсы пікірлер күтеміз. Еңбегімізді бағалап, арнамызға жазылуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазақ тілі контенттер көбейе берсін. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.